Сәлеметсіздерме? 7-ші лекция локальды глобальды айнымалы. Қалай жариялауға болатынын үйренесіздер. Текст оқитын курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 3 функция. Саламатсыздар ма? 7-ші лекция глобальды және локальды айнымалылар. Функцияның мәндерін қабылдайтын параметрлар мен айнымалы мәндердің осы функцияның локальды аумағында ғана қолдануға болады. Функциядан тыс тағайындалған айнымалылар глобальды ауқымда бар және басқа функциялардың барлығында қолдануға болады деп саналады. Айнымалы тек осы екі түрлердің біріне сілтеме жасай алады. Бір уақытта локальды және глобальды болуы мүмкін емес. Көріну аймағы жойғанда, онымен байланысты айнымалы мәндері сақталған барлық мәліметтер де жоғалады. Бір глобальды аймағы бар және ол бағдарлама іске қосылған кезде жасалады. Бағдарлама аяқталғанда глобальды аймақ жойылып, оның барлық айнымалылар жоғалады. Локальды аймағы функция шақырылған кезде жасалады. Осы функцияда мән берілген кез келген айнымалы жергілікті ауқымда болады. Функция қайтарылғанда жергілікті ауқым жойылып және бұл айнымалылар жоғалады. Локальды және глобальды айнымалылар браузерді ашамыз, pythontutorial.com сайтына кіреміз. Бұл сайт кодтың әрбір жолының орындалуын көрсетеді. Браузерда pythontutor.com сайтына кірейік. Бізде ол Python 3.6-ға арналған. Def spam деген функция құрастырамыз. X деген айнымалға 42 мәнін береміз. Және де spam функциясын шақырамыз. Spam. Print X. Ал енді осы кодтың орындалуын көрейік. Бірінші spam деген функция жасалды. X-қа 42 санын берді. Және де біз келесі print spam-ға шақырдық. Ол кезде бізге қате шығарды, себебі X деген айнымалы бізде жоқ дейді. Ол X айнымалысы бізде тек қана spam локальды аумағында ғана бар, ал глобальды аумақта жоқ. Сондықтан бізге қатені шығарып тұр. X тең 99. Backend деген функцияны шақырайық. Және де print X-ті шығарайық. Ал енді біз backend функциясын құрастырайық. Def backend. Ол жерге де біз X айнымалысына 0 деген мән берейік. Бұл жерде 2X бар. Әрқайсысы өзінің локальды аумағында ғана қолданылады. Ham деген айнымалға 10-ды берейік. Ал енді біз spam функциясын шақырамыз. Өздеріңіз байқағандай, 2 локальды аумақта бізде бірде айнымалы бар, X деген. Алдымен бізде функциялар құрастырылады, 2 функция, және де spam функциясы шақырылады. Spam функциясында X айнымалысына 99 мәні беріледі. Backend функция шақырылады. Backend'да X айнымалысына 0 беріледі, және hamға 10 беріледі. Келесі spam функциясына өтіп, қайттан print X-ті шығарады. Бізге 99 қайтарады. Себебі backend'дағы X ол backend локальды аумағында ғана қолданылады, одан басқа тыс жерде еш жерде қолданылмайды. Ал spam'дікі spam'да ғана қолданады. Одан тыс жерде функцияның сыртында же қолданылмайды. Print X. Егер байқасаңыздар, біз функцияның ішінде X деген айнымалыны көрсеткен жоқпыз, бірақ біз функциядан тыс глобальды етіп X-қа 13 бердік. Жауабы бізде 13 болады. Функция жасалды, функцияны шақырдық. X-қа экранға шығарды. Python локальды аумақта X-ті көрген кезде ол айнымалыны сол локальды аумақтан іздейді. Локальды аумақтан таппады, бірақ ол глобальды аумаққа сразу ауысады. Ол жерден ол X-ті тауып, және де локальды аумақтағы X-қа осы глобальды аумақтағы X-ті береді. Global нұсқаулығы. Егер кодта айнымалыны глобальды айнымалыға ауыстыру керек болса, онда global'ды қолданамыз. Мысалы, global X. Spam функциясын жасадық. X-ті біз global етіп жарияладық. Global X. X-қа local деп мән бердік. Және де функциядан тыс X-қа global бердік. Ал енді біз осы X-ті экранға шығарайық. Print X. Функция жасалады.
және де x-қа бізге мән шығарылады. Ол бізге global болады. Ал енді егер біз функцияны шақыратын болсақ, x-тан кейін spam деген функцияны шақырдық. Функция құрастырады, x-қа global береді, функция шақырылады. Және де x-ті global етті жариялап, және оған біз localды бердік. Және де біз spamнан кейін print x-ті шығарған кезде ол local шығарды. Себебі басында x-да global деген сөз болатын. Кейін функцияның ішіне біз x-ді global етіп жариялап, алдыңғы x-тің айнымалысын localға ауыстырдық. Келесі x айнымалысына spam деген жол бердік. Print x. Backend функциясын құрастырайық. X айнымалысына backend жолын бердік. Print x-ті шығарамыз. Spam функциясын шақырамыз. Print x. Және де функциялардан тыс біз тағы да x деген айнымалы ашайық. Және де оған global деген мән берейік. Егер байқасаңыздар, бұл жерде 3 аумақ бар. Spam функцияның, backend және глобальды аумақ бар. Әрқайсында бізде x деген айнымалысы бар, бірдей. Және де олардың мәндері әртүрлі. Олар бір-біріне ешқандай кедергісіз орындалады, олар бір-бірлерін көрмейді. Функция жасалды. X globalға global деген сөз бердік. Backend функция шақырылды. X-қа backend берді. Оны экранға шығардық. Spam функция шақырылады. Spamдағы X-қа spam беріп, оны экранға шығарамыз. Және де backend функциясына кіріп, X-ті шығарамыз. Ол backend болады. Және global X-ті шығарамыз. Осылайша біз үш көру аймағында бірдей атты айнымалыларды қолдана аламыз. Осымен бізге бүгіндікке осы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.